Байқасаңыздар, бізде қазір әртүрлі маман иелеріне сұрақтарымыз өте көп. Бірақ сол сұрақтарға тікелей жауап алатын ол бірақ жер. Әрине, стресс конференция. Соңғы жаңалықтарға байланысты біздің келесі кейіпкерлерімізге сұраққа қарағанда қарғыс көп. Қысқасы, қарсы алыңыздар, стресс конференцияның бүгінгі қонақтары шенеуніктер, чиновниктер, әкімдер, депутаттар, барлығы. Министрлер, барлығы осылар. Налар кімдер мынандайлар? 80 мыңдар, 80 мыңдар. Қара халық дейді бұларды, қара халық. Қара халық? Біз ақ халық. Онда мә. Өзің аларсыңдар. Болдыңыздар ғой, сұрақтар бар ма? Кеттік. Қайырлы кеш баршаларыңызға. Сіздерге сұрақ, антикорға ұсталып қалсаңыздар, не істейсіздер? Сұрақ қаяқта қойып отыр. Көрінбей жатыр да. Әбіген, мәке төменгі қараңыз. Қараймайым да. Төменгі. Жоғары көресің да. Аяғым асы жыбырлап сөйлеп отыр. Қытығым кеп отыр ма? Келесі сұрақ. Сіздерге сұрағым, ағалар өскенде сіздер сияқты болғым келеді. Не істеу керек? Қазірден же. Қайырлы күн, есімім Рабина. Әкімдерді кім сайлайды? Әкімдерді кім сайлайды? Осындай дүниелер ғой сайлайтын. Өзі. Немне бөлі? Павлин ба, немне бөлі? Ассалаумалейкум, қалайсыздар? Уалейкум ассалам. Сіздерге сұрағым, тоқалдарыңыз бар ма? Көріп тұрсың ғой? Сіздікін көріп тұрмын, басқалардың көрмей тұрмын чоты. Бәрі сол бір общий. Хорош. Сайлау алдында неге көп уәде бере аласыздар да, сайланып болғасын, тым біреуінде орындамайсыздар? Неге? Алдарында шынымен депутат тұрғанда Сол айтам да. деп жек көріп кетеміз. Сұрақты басынан бір рет қойшы. Сайлау алдында көп уәде бересіздер да, бірақ сайланып болғаннан кейін біреуінде орындамайсыздар. Мысалы, қызға үйленер алдында тоже сүйем, күйем, сен бүйтем дейсің ба? Үйленгеннен кейін бәрі қалады ғой, сол сияқты. Мілтсаға да ұсталып қалған кезде болды, братан, енді ішпеймін, шекпеймін деп кетіп қалып, тағы ішіп кетеді. Жоқ, анда ол, мысалы, азанда тұрған кезде андай жаман еш басқа. Басқа ол. Рахмет, келесі сұрақ. Ассалаумалейкум, кеш жарық. Менің сұрағым, неге орынсыз заңдар шығара бересіздер? Орынсыз заңдар шығара бересіздер. Қайсысы ұнамай жүр саған конкрет? Орынсыз сұрақ қойған адамның башпайын кеспейміз деп шығара ғой. Рахмет. Сразу қорқып кетем. Башпай керек. Өтірік айтады. Серьезно орқып кеткенше. Рахмет деп, жайлап жоқ болып кетсе. Құлағы сразу қызарып кетті. Жоқ, бүйтсе да, рахмет. Рахмет. Келесі сұрақ, жігіттер, тыңдайық. Сіздердің лауазымдарыңыз бар адамдарсыз. Сіздердің жұмыстарыңыздың мәні неде? Сенің сөзіңде ұзақ жалғаулар бар емес пе? Жұмыстарыңыздың бар емес. Пробел жоқ. Бір артында 3 буын артық қарындасың. Соны ретте. Просто ана миында әріп таситын адам әріптерін құлатып алды да. Жұмыстан дейді, лауазымдарыңның мәні неде дейді. Жұмыстарыңыздың мәні неде? Жұмыстың мәні? Көңілімнің сәні деп. Рахмет, арменға жалғастырайық сұрақтар. Қашан жеп таусасыздар? Жалпы неге тек жеу туралы болып кетті әңгіме? Тек ақша қызықпас сіздер. Неге бізге андай не айтпайсыңдар? Көрдіңдер ма, сендер жейсіңдер дей береміз, сосын біз бәрібір жейсіңдер деп жатыр ғой деп жей береміз бізді. Жақсат жоқ бізде. Енді басқа жұмыс бар ма? Басқа бар. Енді соңғы сұрақ. Қайырлы күн. Жаңалықтарда үнемі жолдардың жамандығы туралы айтылады. Қашан жолдарды жөндейсіздер?
Прикинь, қарада, мысалға да, министрлерге, чиновниктерге отырарыңыз. Осындай сұрақ қояды ғой. Сұрақ қояр ма? Қиналып қалады ғой сұрақ қойған. Біз қарап, просто образда отырып. Қиналып тұр. Ол осы қойылған сұрақтарға біз ұялып қалып отырық та, андай жауап бере алмай. Қалай қиынды. Дым айта алмай қалдым мен мысалы. Жаңағы соңғы сұрақтар андай қинап жіберіп жатыр да. Жолдарды неге жөндемейді дегенде халық қаттай дейді да, авария көп, сосын жайдасын деп біз жаңа. Содан ғой жаман жол. Шоқалақ болып тұра берсін дейміз да. Жолдың бәрі жақсы болса, не әңгіме болады мысалы, не әңгіме қыласыңдар. Таксиге мінесіңдер, таксиде не әңгіме қыласыңдар, жол идеальный болса. Мамин да апарттайды, таксист не айтады? Қызық емес қой. Ішің пісіп кетеді ғой. Әңгіме жоқ айтады. Запчасть өтпейді. Ходовка өтпейді ешкімде. Стойкілер өтпейді. Ал жаңа запчасть сату қағамдар семьясын бағып отыр. Ауыл Қытай мен нарықтағы заттардың бәрі. Тайваннан алдырамыз оның бәрі. Асфальттың бір шұқыры қаншама елде сұрап тұрған. Экономика тұнып тұрған. Қанағаттандың ба? Қанағаттандың ба? Ризасың ба? Со жолдың нашарлығынан қоя жаман жолға түсіп кетіп жатқан адам. Ема дейді бір қыз. Қытай аузына шверіп тұр ғой. Бой десе. Жоқ, құрметті көрермендер, шынымен де шенеуніктердің образында ғана жігіттер. Мен негізі елдармын. Сондықтан да негізі депутатқа, министрға әркімге жауап бергенше, негізі Қазақстанды барлығымыз жаңа Қазақстанды бірге жасауымыз керек сияқты. Иә. Әркімнің болашағы өз қолында, былайша айтқанда. Мен натури депутат болдым, қойыңдар. Мынау жақсы айтып жіберді, мә, әншейік саған. Шенеуніктер, конференцияда қошеметтеріңіз.